Саламатсыздар ма 2 сынып оқушылары? Бүгін дүниетанудан 12 және 14 сабақтар аралығын орындайтын боламыз. 12 сабақ біздің сынып ұжымы туралы. Білесің, олармен қарым-қатынас орнатуды үйренесің. Арман. Сынып оқушылардың білім алатын бөлмесі. Ұжым деген не? Ақмарал. Ұжым деп мақсат міндеттері ортақ болатын топтағы адамдарды айтады. Бір сыныптағы оқушылар ұжымды құрайды. Олар бір сыныпта бірге оқып білім алады. Сенің сыныбыңды ұжым деп атауға бола ма? Әрине, бір сыныпта 10-нан астам оқушылар оқиды. Сабақ енді ғана басталды. Сен сөмкедегі заттарыңды шашып алдың. Мұндай жағдайда сен өзіңді қалай ұстар едің? Балалар, ондай жағдайда біз тезірек заттарымызды жинап алып, орнымызға отыруымыз керек. Бірақ ең алдымен ұстаздан рұқсат сұрауымыз керек. Екінші, Сәкен ауырып көп күн сабақтан қалды. Сол себепті бақылау жұмысын орындай алмады. Сыныптасы Әлия оған неге көмектеспеді? Сәкен ауырып қалғандықтан ол үйінде болып сабақтан қалды, балалар. Ал бақылау жұмысын тек мектепте орындау керек. Сәкен жазылып келген соң сыныпқа басқа да оқушылардан көмек сұрап бақылау жұмысын орындап беруге болады, балалар. Жарайсыңдар, сыныптастар дегеніміз олар бір сыныпта оқитын немесе бұрын бірге оққан оқушыларды айтады екенбіз. Сыныптастар бір-бірінің сабақтарын орындауға көмектеседі. Үй тапсырмасын бірге орындап, бос уақытын бірге өткізеді. Бірге атқарылатын әрбір іс оқушылардың достығын нығайтады. Сынып ұжымындағы қағидалар. Бірінші, құрметтеу. Егер сыныптас досың сабағын жақсы оқыса, мектепке кешікпей келсе, таза жүрсе, сен оны сыйлап, құрмет тұтасың. Екінші, достық. Сабақ оқығанда кездесетін қиыншылықтарға әрқашан досың көмектеседі. Үшінші, батылдық. Батыл болу өзіңе деген сенімділікті орнықтырады. Төртінші, сүйіспеншілік. Сенің айналаңда ата-анаң, достарың бар. Оларды сыйлайсың, құрметтейсің. Себебі олар сенің жанашыр жақын адамдарың. Бесінші, мейірімділік. Бұл адам бойындағы жақсы қасиет. Айналаңдағы адамдарға мейірімді бола біл. Алтыншысы, қайырымдылық. Сенің жаныңда көмекке мұқтаж адамдар болуы мүмкін. Оларға қолыңнан келгенше көмегіңді жасай біл. Жетінші, еңбексүйгіштік. Еңбексіз ештеңе де өздігінен келмейді. Сондықтан еңбекті сүй. Сынып ұжымында сақталатын қағидаларды оқып біл. Олар сен үшін маңызды ма? Әрине, бұл қағидалар маңызды. Біз осыларды жасасақ, әрқашан досымызбен бірге тату-тәтті және басқа да адамдармен жақсы қарым-қатынаста боламыз. 13 сабақ. Қазақстан менің отаным. Отан деген сөздің мағынасын түсінесің. Қазақстанның картасынан өз облысыңды тауып көрсетесің. Өз өлкеңнің көрікті жерлерін сипаттап айтуды үйренесің. Арман. Ақын Мұқағали Мақатаев өз отанына мынадай өлең жолдарын арнады. Мен оның түнін сүйем, күнін сүйем. Ағынды өзен, асқар тау гүлін сүйем. Мен оның қасиетті тілін сүйем. Мен оның құдіретті үнін сүйем. Бар жәндігін сүйемін қыбырлаған. Бәрі маған отан деп сыбырлаған. Жаным менің кеудемді жарып шықта. Боз торғай бұл оның шырылдаған. Отан бәрінен биік екен. Мен оны мәңгілікке сүйіп өтем. Ақмарал. Картаға қара. Қазақстанның батысында Каспий теңізі, шығысында Алтай тауы орналасқан. Батысы біздің сол жағымызда, яғни Каспий теңізі орналасқан, ал шығыс оң жағымызда. Карта бойынша Алтай тауы орналасқан. Қазақстанда өзендер көп. Ең ірі өзендер Ертіс, Жайық, Сырдария. Қазақстанда 80-нен астам қала бар. Түркістан, Тараз, Шымкент ежелгі қалалардың қатарына жатады. Бұл отанымыздың тарихы өте тереңде екенін білдіреді. Еліміздің ірі қалалары бір-бірімен теміржол арқылы байланысады. Орал қаласынан Алматыға пойызбен барса 2 күнде жетуге болады. Картаға түсірілген теміржол белгісіне қара. Картаның астында балалар әр
орналасқан темір жолдардың, шахталардың, әртүрлі заттардың шартты белгілері орналасқан. Сол арқылы сендер тауып көріңдер. Бұл біздің отанымыздың аумағы үлкен екенін көрсетеді екен. Жарайсыңдар балалар. Қазақстан жер аумағы жағынан әлем елдерінің ішінде 9-шы орында. Әркімнің туып өскен жері бар. Ол ауыл немесе қала. Біз оны туған жер, атамекен деп атаймыз. Ақмарал. Мен қалада туып өстім. Мұнда әдемі биік үйлер, кең де көрікті көшелер көп. Қалада оқу орындары, театрлар мен мұражайлар жұмыс істейді. Сондай-ақ қаламызда киім фабрикасы, көлік шығаратын үлкен зауыт бар. Сүтті дүкеннен сатып аламыз. Арман, мен ауылда тұрамын. Ауылым өзен жағасында орналасқан. Жаз айында өзенге шомылып, күнге қыздырынамын. Біздің ауылымыздың тұрғындары мал бағады, егін егеді, жеміс-жидек өсіреді. Оның өнімдерін қала дүкендеріне жеткізеді. Шағын елді мекеннің табиғатын, тарихы мен мәдениетін өлкетану ғылымы зерттейді. Әр ауылдың немесе қаланың өз тарихын танытатын мәдени орындары бар. Олар сол жердің тарихи мәдени өмірін көрсетеді. Арман, туған өлке туралы тарихи ақпараттар мұражайда сақталады. Бүгін біз мұражай бөлмелеріне экскурсия жасаймыз. Міне балалар, менің қаламды немесе ауылымды танытатын мәдени орындар. Жаңа Арман мен Ақмарал айтқандай, мұражай, театрлар, әртүрлі саябақтар, ескерткіштерді айтсақ болады, е? Жарайсыңдар. Өлкетану мұражайы бұл сол өлкенің тарихи жәдігерлері мен табиғат байлығын, мәдениеті мен әдебиетін жинақтайтын орын. Оны сен әр қаладан, әр өлкеден кезіктіре аласың. 14-ші сабақ, қандай көлік түрлері бар? Көліктің түрлері қандай және олар неге арналғанын білесің. Қоғамдық көлікте өзіңді ұстау ережелерін түсіндіруді үйренесің. Ақмарал, балалар, суретке қараңдар. Нені байқадыңдар? Барлығын бір сөзбен қалай атауға болады? Оларды қандай топтарға бөлуге болады? Бұлардың барлығын көліктер деп айтсақ болады, бір сөзбен айтқанда. Ал бұларды топқа бөлгенде ұшақты, тікұшақты бұл әуе көліктер деп айтсақ болады. Ал қарапайым көліктерімізді жеңіл көліктер дейміз. Және кемелерді су көлігі немесе теңіз көлігі деп айтсақ болады. Және жүк көліктерінде қосып айтсақ болады. Осындай топтарға бөле аламыз. Көлік адамдар мен жүктерді бір орыннан екінші орынға тасымалдайды. Және де балалар автобусты, пойыздарды қоғамдық көліктер деп айтсақ болады. Себебі ол жерде барлық адамдарға бірдей мінуге рұқсат етілген. Жалпы көліктерді 4 топқа бөледі. Көлік түрлері: әуе көлігі, жер үсті көлігі, жер асты көлігі және су көлігі. Арман, ерте заманда адамдар бір жерден екінші жерге қатынау үшін түйені, жылқыны көлік ретінде пайдаланған. Өгізді арбаға жегіп жүк тасымалдаған. Түйелерге де жүк артып керуен жолына шыққан екен. Міне балалар, суретте бейнеленген көлік түрлері. Бұларды қазіргі көліктермен салыстырғанда, мысалы жылқы ол жеңіл көлікпен салыстырсақ болады, өзімізге. Түйе бұл тасымалдауға, бұған поезд жатқызсақ болады. Ал кеме бұл суда жүзетін болғандықтан қазір кеменің түр-түрі шыққан. Бұрынғы кездері ол ағаштан жасалса, қазір темір, неше түрлі үрлейтін кемелер де бар екен, қайықтармен. Ал мынау өгізге жүк артып апара жатыр. Бұл жерде біз әртүрлі жүк көліктері шыққан. Қазір КамАЗдарды, неше түрлі көліктерді айтсақ болады екен. Келесі Ақмарал, Алматыда метро жұмыс істейді. Ол өте ыңғайлы, баратын жеріне жылдам жеткізетін көлік. Метро жер астымен жүретін көліктің түрі, яғни бұл жер асты көлігі болады екен. Міне көлік түрлерін айтайық енді: автобус, жүк көлігі, поезд, ұшақ, жеңіл көлік, тікұшақ. Міне метроны айтсақ та болады, балалар. Жарайсыңдар. Сабақ түсінікті деп ойлаймын. Сау болыңдар.